Балалардың сүйіп жейтін тағамы. Бүгін донер істейміз. Ортасынан бөліп. Өте дәмді. Bir günde осындай тойымды донер шығады. Ол үшін ең бірінші етімізді дайындап аламыз. Жіңішке етіп турап аламыз. Мен тауықтың төс етін алдым. Енді осы туралған етімізге чеснок, үш зубчик, мөлшермен қарабұрыш, тұз, менде тұз чеснок араласқан, кішкене ашты бұрыш. Дәміне қарай, әркім қалау бойынша. И біраз приправа. Енді соевый соус. Енді осыны біраз қойып қоямыз. Енді етіміз дайын болғанша картошкамызды дайындап алайық. Соломка қылып кесіп аламыз. Осындай соломка қылып барлығын турап аламыз. Енді огурцы, помидорды турап аламыз. Огурцымыз дайын. Енді помидор тураймыз. Енді соусын дайындап алайық. Менде 20% сметана и домашний кетчуп. Бізде майонезді ұнатпайтын болғандықтан майонез қоспаймын. Сіздер ұнатсаңыздар майонез қосуларыңызға болады. Соусымыз дайын. Кім острый жақсы көреді, острый кетчуп қосса болады. Керек заттарымыз дайын. Енді донерімізді жинайық. Енді үстіне огурцы саламыз. Енді картошка фри. Осының үстіне соусымызды аямай құямыз.
Енді осыны қызып тұрған табаққа қыздырып аламыз. Ортасынан бөліп. Өте дәмді. Келгенде осындай тойымды тойын шығады.